Осы өңірдегі тілшіміз Нұрлан Жақыпбек тікелей эфирде бізбен байланысуға әзір екен. Нұрлан, айтып келмейтін апаттың алдын алуға аймақ құрылымдары қаншалықты дайын? Қайырлы кеш, Қуат. Облыстың төтенше жағдайлар қызметіне 13 арнайы жасақталған көлік пен бірнеше құтқару құралдары берілді. Бұл техникаларды сатып алуға облыстық бюджеттен 311 миллион теңге жұмсалды. Салтанатты сап түзеп сертіне бер құтқарушы сарбаздарға жаңа техникалардың кілтін облыс әкімі Қырымбек Көшербаев табыстады. Мұнан соң аймақ басшысы ішкі істер вице-министрі Владимир Башкомен бірге темір тұлпарлар мен құтқару құралдарының қауқарын бағамдап шықты. Жол талғамайтын мына көлік Қазақстанда құрастырылған. Дәл осы техниканың көмегімен ауа райының құбылуына қарамастан кез келген жерге кідіріссіз жетуге болады. Менің жанымда облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басқарма бастығы Бақытбек Насреддинұлы тұр. Жалпы осы техникалар сіздердің жұмыстарыңызды қаншалықты жеңілдетпек? Аталған жедел әрекету автокөліктері негізгі мақсаты өрт ошағына, авариялық құтқару жұмыстарына, жеке құраммен өрт сөндіру заттарын, құтқару құралдарын жеткіздіру болып есептеледі. Басты назарда айтатын бұл автокөлік оқиға орнына тез арада өзінің кішкентайлығы мен ыңғайлығымен бізге қажет болып тұрғаны рас болатын. Сын сағаттарда сыр бермеу үшін құтқарушылардың жаттығу жұмыстары да жетілдірілген. Нәтижесі қалай болуда? 2014 жылы біз жылытудың камерасын алып тұрық. Жылытудың камерасы жылу камерасымен және түтін камерасымен жабдықталған. Аталған тренажерлар толық комплексінің бірге жеке құрамның іс-әрекеттерін шыңдауға бағытталған. Осы орайда біз өзіміздің жеке құрамымыздың жедел іс-әрекет ету дәрежесін жоғарылатамыз. Жауапкершілігі жүгі ауыр жұмыста сіздерге сәттілік тілейміз. Сұхбатыңызға рахмет. Жалпы жыл басынан бері облыстың төтенше жағдайлар қызметінің кезекші бөліміне 300 мыңнан астам қоңырау түскен. Оның 700-і бойынша авариялық құтқару жұмыстары жүргізіліп, 415 адамның өмірін сақтап қалу мүмкін болды. Жаңа техникалардың көмегімен бұл жұмыстар алдағы уақытта жетіле түседі деуге сенімге болады. Менде бар ақпар осы. Астана. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Нұрлан Жақыпбеков.